Бәріне сәлем. Қазір осындай тары мен чизкейк дайындаймыз. Өте дәмді шығады. Бірге болыңыздар, көріңіздер. Алдымен ол үшін 80 граммдай тарыға шекер салып алдым, 40 граммдай. Және де 150 миллиграмм сүт құйдым. Және осыны енді сүт қайнағанша ғана газге қоямыз. Көп ұстамаймыз, тек бір қайнағанша ғана. Одан кейін бетін жауып бұқтырып қоямыз. Әрі қарай 150 грамм печеньені ұнтатып алдым. Оны талқанмен араластырам. 250 граммдай талқан қостым. Және де сахарная пудра 50 грамм. Барлығын араластырам. Енді осыған ертілген сары май қосамыз. 160 граммдай сары майды ерттім. Және де сгущенка қосамыз 50 миллиграмм. Жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл біздің чизкейгіміздің асты шамамен осындай болып шығады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқа. Және жұмыртқаның үстіне шекер саламыз 180 грамм. Араластырып аламыз. Одан кейін 250 грамм творожный сыр саламыз. Қаймақ 100 граммдай. Одан кейін кішкене лимон шырынын қостым. Және 150 миллиграмм сливки қосып араластырамыз. Осының үстіне крахмал 50 граммдай. Және бұқтырылып тұрған тарыны. Тарының артық суы қалса төгіп тастаңыздар. Осымен салмамыз да дайын болды. Енді әрі қарай формамызға пергамент қағазын жаямыз. Енді әрі қарай бізде чизкейктің асты болатын манағы печеньеміз бен талқанның қосындысын астына салып, бетін кішігірім басамыз. Және де жан-жағына кішігірім бортиктер жасаймыз. Осының үстіне салмамызды құямыз. Қызып тұрған духовкаға жібереміз. Осындай болып піседі. Дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.